Биыл Құрбан айт қай күнге түсіп тұр? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімі 2025 жылғы діни күндер кестесін былтырғы жыл соңында бекіткен болатын. Биыл Құрбан айт 6 маусым күні басталады. Хижри айларының басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды. 2025 жылғы Құрбан айттың 3 күні 6 маусымнан 8 маусымға дейін белгіленген. 6 маусым күні демалыс күні. Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертті. КМДБ мәліметінше, Құрбан айт намазынан кейін 3 күн ішінде жағдайы келген мұсылманға құрбандық шалу міндет болып есептеледі. Тілімізге еніп кеткен құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Демек, Алланың ризашылығы үшін құрбандық шала отырып, мұсылман баласы жаратқан иесіне жақындап, күнәларының кешірілуіне мүмкіндік алады. Ислам дінінің басты мерекесінің шежіресі сонау ерте заманнан бастау алады. Алла тағала Ибрахим пайғамбарға сынақ ретінде өзінің сүйікті ұлы Исмайылды құрбандыққа шалуды бұйырады. Әкесі мен баласы жаратушының бұйрығына қарсы келмей, әмірді орындамақшы болады. Сынақтан сүрінбей өткен әкесі мен баласының тақуалығына, адалдығына Алла тағала риза болып, өз құзырынан құрбандық орнына қошқар түсіреді. Құрбан айт мерекесінің негізінде Алла тағалаға деген құлшылық пен жақындық, сондай-ақ баланың ата-анаға деген құрметі мен жақсылығы жатыр. Ардақты пайғамбарымыз Мекке қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударғанда, Мәдина халқы 2 күнді мереке ретінде тойлайтын болған. Сонда пайғамбарымыз, шындығында Алла тағала сендерге ол 2 күннің орнына одан да жақсы болған 2 күн берді. Оның бірі ораза айт, ал екіншісі Құрбан айт мерекесі. Құрбан шалу байға міндет, кедейге көмек. Құрбан шалу міндетті ме? КМДБ мәліметінше, Құрбан айт намазынан кейін 3 күн ішінде материалдық мүмкіндігі бар, балиғат жасына толған, жағдайы жақсы мұсылман адамға құрбандық шалу міндет болып есептеледі. Бұл Алланың мұсылман баласына жіберген әмірі. Бұған қатысты қасиетті Құранда Алла тағала Раббыңның разылығы үшін намаз оқы және құрбан шал деп бұйырған. Құрбан малын шалмай-ақ қаражатын садақа қылып беру қаншалықты дұрыс? Құрбандық шалуға міндетті болған адам белгілі малды бауыздап, қан шығаруы тиіс. Біздің мәзһабта Құрбан айт күндері құрбандықты бауыздамай, ақшасын садақа ете салу дұрыс емес. Өйткені шариғат бойынша құрбандық малын бауыздап, қан ағызу міндет. Алайда сатып алған құрбандығын айт күндері шала алмаса, оны тірідей садақа етеді. Ал егер құрбандықты сойып қойған болса, оның барлық етін мұқтаждарға таратады. Өзі одан ештеңе жемейді. Өйткені уақыты өтуімен құрбандық міндеті садақа міндетіне ауысады. Егер құрбандықты әлі сатып алмаған болса, құрбандық құны мөлшерінде садақа етеді деп жауап берді КМДБ шариғат және пәтуа бөлімі. Құрбандыққа қандай мал шалынады? Құрбандық дұрыс болу үшін бауыздалатын малға қатысты шариғатымызда мынадай талаптар қойылады. Құрбандыққа қой, ешкі, ірі қара немесе түйе шалу. Малдың еркегі де, ұрғашысы да жарайды. Еті көп, дәмі жақсы болғаны абзал. Қой мен ешкі бір адамның атынан бауыздалады. Бір адам 2 қой бауыздаса, екеуі де құрбандық болады және құрбандықтың сауабын алады. Ал түйе мен ірі қараны бір адамнан 7 адамға дейін шалуға болады. Бұған Жәбирдің Алла елшісімен бірге Худайбияда бір түйені 7 адамның атынан және бір қара малды 7 адамның атынан бауыздадық деп айтқан сөзі дәлел. Мұнда 7 адамның да ниеті құрбандық шалу немесе етін садақа ету болу керек. Көзі көрмейтін, бір көзі жоқ, ақсақ, тым арық, тістері жоқ, құлағы кесілген, желіні кепкен, құйрығы немесе құлағының 3-тен 1 бөлігінен көбі кесілген малды құрбандыққа шалу дұрыс емес. Пайғамбарымыз 4 мал құрбандыққа жарамайды. Қылилығы айқын, ауруы анық, ақсақтығы мәлім, жілік майы таусылған малдар делінген екен. Мүйізі жоқ немесе мүйізі сынған, құлағы жарылған немесе тістелген немесе тесілген малды құрбандыққа шалуға болады. Сонымен қатар піштірілген малды да құрбандыққа шалады. Ондай малдың еті мол әрі дәмді болады және ол айып болып есептелмейді. Сатып алған құрбандық малы айыпты болып қалса, оны сау малға ауыстырады. Малды бауыздайтын кезде не бауыздау себебімен көзін шұқып алса немесе союға апара жатып, аяғын сындырып алса, оның оқасы жоқ. Құрбандық еті қалай үлестіріледі? Құрбандық еті 3-ке бөлініп үлестіріледі. Өзіне, отбасына, туған туыс көршілеріне, қалған 3-тен 1-і кедей мен мұқтаждарға.